Кеттік. Сәлем достар, бізде бүгін кешегі влогтың жалғасы, қатарынан 2 влог шығарайын деп жатырмын. Өткені қыздар үйде, онлайн. Бұл жерде Аннелюк Аякушқа сурет салуды не істеп жатсың? Аякуш 2-де биге барады, 3-те суретке барады. Деп ойнап жатсыңдар ғой, Иә. Мынау ненің суреті? Смайликтер. Смайликтер. Қорқынышты екен, суреттерің қорқынышты. Үй дейді. Мына сынып қалған нені сұрап жатыр, сындырып тастаған. Сен машинаңмен ойнамайсың ба одан да? Бұл Аякуштікі. Және достар, қараңыздар, бұл менің ыдысым еді. Аякуш бұны ойыншық салатын ыдыс қылып қойыпты ғой. Мынау қалай Аян? Бұл менің ыдысым еді, негізі күшті, қақпағы дегенше жеңіл ашылады. Ішіне ойыншық сап қойыпты. Мен мұнда ыдысымды жуып тазалап қойдым. Мынау кешегі сүт, осында үлкен сүт алып келіп еді. Соның ішін, төбесін кесіп, ішін жуып тазалап қойдым. Білмеймін, Аякуш керек деді. Бір ойыншық қылады ма? Үйшік қылам деді, айтпақшы, үйшік қылам дейді. Наны деді, есік істейм деді мына жерге, терезе істейм дейді. Төбесін маған немен жауып берші деді, қағазбен 3-5 сияқты. Өшін бір үйшікті айтты, білмеймін, жасап көреміз. Осылай кептіріп қойдым. Мен сіздерге ашыл, холодильник ашыл, не ұтсан? Кеше мен сіздерге тефтели көрсеттім, сосиска в тесте істедім дедім. Ал бүгін мен самса істеп қойдым. Бұны құдай қаласа ертең пісірем. Балаларға күнде бір күнге жегізіп тұрады ғой. Ол күшті қатып тұрген, қазір пакетке салып, ішін жинап қоям. Міне достар, мен ауырып қалдым. Тұмау болып қалдым ба, түшкіріп қайта-қайта тамағым қылдап, мұрным тамағым бітіп, в общем. Емделіп жатыр, мен де өзім дәрі ішіп жатырмын. Мұнда міне дәрілерім бар, қазір антигриппин, аннамыналарды ішіп, в общем, жазылып, шамалы жазылып, өзім тез-тез жазбаса, мен мамаларға ауруға болмайды ғой. Мамаларға ауруға болмайды. Балаларға жұқтырам айтпесем, қаяқтан ғана ауырып қалдым екен. Қашып жүрмін енді, бірақ бәрібір Алихан жабыса береді маған. Жоқ көтпесе болар еді деп жатырмын енді. В общем, абай жүріңіздер, жылы киініп жүріңіздер. Үйде отырмын, көп шығып жатқан жоқпын далада, соның өзінде қалай ауырып қалғанымды білмеймін. Кәдімгідей салқын тиіп қалыпты. Деп жинаққа қоя салайын да осы жерге. Мынау алма бір түйір ғана қапты. Оны мен жеймін. Алиханға да беріңдерші ойыншықтарыңды. Бізде свет өшіп қалды. Жаңа ғана свет өшіп қалды. Бізде сағат 9:30. Сонымен телевизор жоқ, телефон зарядкасы жоқ. Мен мұнамен зарядтап жатырмын. Хорошо, что адаптерімде зарядка бар. Ау, беш Алиханға да беріңдер, сурет беріңдер. Сонымен қыздар не істерін білмей сурет салып жатыр. Бүкіл домда бар свет, біздің үйде ғана жоқ. Сонымен папамыз электрик алып келуге кетті. Что-то бір жері кетіп қалды ма светтің. Соны қазір жөндейді. Сен өткендегі наклейкалерді әлі қолданбағансың ба? Мынау қай раскрасың? Молодец. Боя беріңдер. Алиханға да беріңдер ойыншықтарыңды алып. Күшті екен, осындай кезде мынандай фонар күшті екен. Бер жақ қалай жан? Міне жанды. Және мына аяғы жанады екен. Вау, күшті. Бұрын алып қойған едік, осы фонар жақсы болып отыр. Зарядкалейміз бұны еще. Әзірге Аннелюктің телефонын қосып қойды. Қашан светті жөндейтінімді әзір. В общем, светіміз жанды, шүкір әйтеуір. Светсіз бір жарты сағат свет өшіп қалып еді, не істерімізді білмей қалдық қой. Бұрын біз кішкентай кезде светіміз көп өшетін тұғын үйде. Біз майшам қолданамыз, свеча деген қолданатын біз. Жаңа свет өшкенде свеча деген жоқ үйде, светча дейтін бет. Атында ұмытқап, сол дұрыс айтылуын. Аннелюктер вообще не істерлерін білмей қалды. Свет өшкен кезде, ойбай, мама, деп қорқып кетті. Телевизор бәрі өшіп қалған ғой бірден енді. Газды да жаға алмай қалдым ғой, газдың өзі светпен жанады екен ғой, біздің газ светпен жанады екен, ойбай, спичка іздеп кеттім үйден. В общем, құрметті свет, сіз өте пайдалы екенсіз. Біз сіздің қадіріңізді түсіндік. Свет өшпеңізші. Кешкі шай. Мен шайымның түрі. Әдемі шайымның түрі. Не oldu Аннелюк? Аякуш айтайыршы. Анасы, мен сеп аяқта тұтпыспа, ике
көшкенеді сол кестесе андай мен шикинен барып кухняға барып андай тиешеге қалап тұрдың ғой. Сосын баба мынаяқта қосау деді да ана соған күліп жатамын. Әсин маған күлмесе. Енді күлейін ба осы жерде? Қандай күлкілі әңгіме. Кім не түсінді? Не делаешь? Мына қарасаңыздар, әр жерде жатыр. Қандай қылып алып келген едік Түркістаннан. Мыналардың түрлерін қара. Алып тастау керек мыналардың бәрін уже. Алихан сұрап алады да, мыжып тастайды, қайтадан әкеп іліп қоя саламыз. Еще мен майлықтарды жуып қойдым, пысық болып жатырмын. Ауырып тұрсам да, мамаларға ауруға болмайды, я. Қандай тамақ пісіріп жатқан. Көрсетейін ба сіздерге? Горох, сорпа ішемін. Сорпа ішкімде. Не болды? Кім горох жақсы көреді? Бізде Аякуш вообще горох жемейді. Қалған бәріміз жақсы көреміз горохты. Мында кеше түнде дайындап қойған самсаларымды пісіріп жатырмын. Иісі күшті. Пісе бер. Балапан қосылып тұрады. Ешкім көрмесе де қосылып тұрады. Дауысын азайта салайыншы. Түнде енді өзім ауырғасын андай пияздарды қойып қойғанмын ғой, микробтарды алсын деп әр жерге. Сөйтсем Алихан аузына салып, біреуін білмеймін жепті, одан ол жылап, аузы ашып. Үшім сондай қызық болып жатыр. Мыналар уже түрлері әбіршіп кетті, қазір алып тастап, новыйдан қойып қойым керек әр жерге. Не болды? Сірек. Я. Сен жамандап жатырмын сені. Сен пияз жеді деп айтып беріп жатырмын. Как всегда қыздар ойнап жатыр, өздері күшті болып бірдеңелер ойнап жатыр. Кеше Аннелек екеуміз кітапханаға барып қайтқанбыз. Кітаптарын өткізіп, жаңадан кітап алды. Күшті, мына кітап прям новый іші, новый. Мынаусын уже бітіріп тастапты. Мына сендер жырттыңдар ма? Жоқ, басқа бір қыз алған. Өзі жырттық па? Ато кітапты жыртуға болмайды, ұқыпты ұста. Бер, Алихан сұрап жатыр, бер. Жыламасын, сол жыламасын. Мынаны енді оқиды. Қожа Насыр хикаялары дейді. Тоже қызық кітап, Күлкі түрпі. Күлкілі оқиғалар дегені ғой. Бай туралы. Есектер бар, ішінде ойбайбыз, мұна балдар не істеп тұр. Осындай әңгімелер. Қазір Ангелек тоже жыртылып қапты, я? Кітапханадан алады да жыртып әп келеді, ұқып ұстау керек кітапты. Мына баланы, я? Достар, біз тазалаға шықтық далаға. Бізден қар жоқ. Қазір магазинге барып маманнан сүт алады, бізге ешқандай тауып бермейді. Магазинге кіріп шықтық, просто сүт пен нан аламыз дегенбіз. Мына 2 ханшайым. M&M's пен сағыз алды Аякуш. Ангелек, сен не алдың? Мынандай киндермен тоже сағыз алды. Ешнәрсе алмаймыз деп барған қыздар ғой негізі. Аннелек деген ішіне кіріп алды. Аннелек ішіне кіріп алды. Не аларын білмей тұр ғой. Уже қайсы сәттіні жейтін білмеді. Күшті тәтті алдың сен киндер. Бізде көп киндерлер алып бізге не түсіру керек еді? Челлендж түсіру керек еді. Ал мен ең пайдалы зат алдым. Сүт пен нан. Күшті болып тұр. Абайлана суды басып кетті. Аркет. Ағара суды басып жатыр. Ары жүрсей. Теперь домой. Шамалы жүрдік далада. Әжептеуір салқын екен далаға.
тойға бардым. Өздері күшті ойнап жатыр. Алихан ұйықтап жатыр. Не ойнап жатсыңдар, Аннелюк? Мама қыз. Еще ойнап жатсыңдар ма? Мына стол үйшік па, типа? Аяқ астының партасы асты шығады. А сендердің үйлерің ба сол жер? Мына аяқ астының қызғаным. Күшті ойнап жатсыңдар. 112 мектеп лицей. Біздің үйшігіміз. Достар, бізге лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.